Сөйтіп 2025-те келіп қалыпты. Жақында 22 ғасыр басталады. Бірақ өткенге оралайық. 21 ғасырдың бас жағына Побег из Курятника, телепузики пайда болғанда, және Nokia 3310, бірінші Counter-Strike және PlayStation 2 болды. Сол кезде ойын хиті SimCity болды. Көптеген сиквелдер, спин-оффтар таралып, содан The Sims те шықты. Бұл жерде бірақ ерекше оқиға. SimCity-ның релизінен кейін бірнеше жылдар өтіп, Will Wright өрттің кесірінен бар нәрсесінен айырылады. Оның кім екенін білетін шығарсыңдар. Өйткені бұл жігітсіз Sims те болмас еді. Өрттен кейін Willге виртуалды қуыршақ ойын жасау идеясы келді. Сол кездегі бастықтар бұл идеяны қабылдағысы келмеді. Өйткені қуыршақ үй қыздарға арналған, ал қыздар компьютер ойнамайды ғой. Сөйтіп олар Willді қуып жібереді. Алайда Electronic Arts Maxisті сатып алып, проектіге жол ашады. Сол кезде Electronic Arts жақсы еді. Ойын жасау кезінде Will көптеген архитектура кітаптарын оқып, психологияны зерттейді. Ол мүмкіндігінше шынайы әлем жасауға тырысады, және құрылыс элементтерін жасау керек дейді. Әрине, ол ойын қоғамдағы шынайылыққа ұқсас болу керек. Ойындағы әр затта дәреже бар. Мысалы, диван бірнеше ыңғайлық дәреже береді. Алайда осы нәрсе болашақта баяу жарылатын бомба еді. Ол сынып қалуы, жанып кетуі, дұрыс істемеуі мүмкін. Және үйіңізде неғұрлым көп зат болса, соғұрлым жауапкершілік жүгін көтереді. Өз симіңді қуанту үшін алынған заттар соңында бақытсыздыққа алып келеді. Әрине, ойынды ешкім олай қабылдаған жоқ. Жай көңіл көтеру болды. Бір тепе-теңдік болу керек. Бір зат сынса, орнына басқасын алу керек. Сөйтіп ойын шынайы көрінді. Құрылысқа мән бермей, шынайылық басым болды. Бірақ бұл жай ғана ойын мағынасына мән беру. Ал біз қорқынышты нәрсені талқылауға жиналдық. Бір айтарым, ойында лор жоқ, мүлдем. Алдын ала дайындалған жанұялар бар, ал мұнда ол жай ғана жанұя. Негізі бірінші бөлімін қосып қалсақ, қорқынышты бірдеңесі бар. Графикасы төмен, сұр түстер, суретшілер стилі. Егер Sims 2, Sims 3, Sims 4 және солардың қосымшалары жағымды болса, біріншісі олай емес. Бірінші бөлімде өлім аз болды. Өлім туралы айтайық. Бұл жерде қарапайым, батып кету, аш қалу, өрт, тоқ соғу және қарттық келу. Алайда DLC шыққанда кейіпкерлер белгісіз түрде өле береді. Сыртынан ауру сияқты көрінді. Басында жөтел пайда болып, түшкіру басталды. Және тез азаятын энергия. Сол кездегі локалды форумдарда адамдар ойларымен бөлісіп жатты. Олар кейіпкерлер ауырып, өліп жатыр дейді. Ондай адамдар көбейе бастады. Сол кезде көптеген гайд болған жоқ, себебін білу қиын болатын. Қалай емдеу түсініксіз, және бір кезде Sim қатты жөтеліп, өліп қалатын болды. Артынан себебі анықталды. Бұл вирус үйде тұрған теңіз шошқасынан екен. Ең қызығы 3 түрлі әдіспен одан емделуге болар еді. Біріншісі төсек режимін бір қалыпты ұстау. Екіншісі теңіз шошқасының суретін сатып алу. Үшіншісі әрине ерекше су арқылы. Бұл жердегі өлім 2-ші, 3-ші, 4-ші бөлімдегідей қорқынышты болған жоқ. Алайда бұл жерде бастысы өлім анимациясы емес. Өліп қалады дегенді білмегендік қорқынышты болды. 2000 жылдары қуанып ойынды қосасың. Кейін ойында жанұяңды вирус өлтіріп тастайды. Әрине ешкім теңіз шошқасынан екенін білген жоқ. Сол үшін шошқаны жақсы көретіндер тез қырыла бастады. Экранда сенің жанұяң жануар үшін ауырып жатыр деген ақпарат болған жоқ. Осыған сенсек, ауруды диваннан да көруге болар еді. Немесе арзан микротолқынды пеш, душтағы лас судан көрсек болады. Көңілсіз сайқымазақ. Менің ойымша сериядағы біртүрлі және қорқынышты кейіпкер. Ол үйіңдегі сайқымазақ суреті ілініп тұрғанда және көңілсіз болғанда шығады. Негізі оның міндеті көңіл күйі жоқ Simнің көңілін көтеру. Бірақ өзі көңілсіз болғандықтан басқаларын одан қатты көңілсіз етеді. Ол кейіпкерді түнде оятады, әңгімелерімен ми ашытады. Тіршілікте кедергі келтіріп, кейде бөлмеге де кіргізбей қояды. Тіпті оның көзін құрту мүмкін емес. Әрине оны есігі жоқ жерге қамап қоюға болады. Бірақ ол тесіктен шығып кетеді. Ол әрдайым үйіңізде жүреді. Жылап, жөтеліп, қоршағанның көңілін түсіріп жүреді.
Неге екені ол суретке байланған. Суретке не болса, клоунға да әсер етеді. Сондықтан клоун қаныңды ішіп жүрсе, суретті сат. Ол жоқ болып кетеді. Және клоун ұстайтындарды шақыруға болады. Бір қорқыныштысы, суретті өртесек, клоун да өртеніп кетеді. Кейін ол танымал болады, бірақ екінші бөлікте ол жоқ. Ал үшінші бөлікте оның көмілген жерін табуға болады. Өлім себебі батып кеткен. Сайқы-мазақпен бұрыннан таныс болған адамдарға бұл өте ауыр тиді. Оның түбіне депрессия жетті деген ой пайда болады. Алайда ол мүмкін емес, өйткені үшінші бөлікте бірінші бөлімге дейінгі оқиғаны көрсетеді. Бірінші бөлімдегі клоун үшінші бөлімде қалайша өлі мүмкін. Сол үшін бұл автор қателігі, немесе бір теорияға сенсек, ол басында көңілді болған. Бірақ бір кезде өліп, жаны өлгенін түсініп, сол үшін мұңайып жүреді дейді. Ол өлгеніне сене алмай, сол үшін депрессияға ұшырады. Тағы бір қорқынышты кейіпкер Суперстар қосымшасында пайда болады. Бұл DLC кейіпкерлерге жұлдыз болуға мүмкіндік береді. Бірақ танымал болған сайын ессіз фанаттар да көбейетінін білеміз. Сөйтіп, Sims Celebrity атағын алып, фан-базаға уақыт бөліп жүрсе, артынан аңдитын сталкерлер шығады. Білмесеңдер, сталкер зонада жүретін адам ғана емес, ол атақты адамдарды аңдиды. Ойында фанатик қоқыс ақтарады үйіңнің алдында. Қара роза гүлін қалдырып, немесе үйге кіріп, бірдеңе ұрлауды да мүмкін. Ол Симстің фанатқа деген көзқарасын түземей, ешқайда кетпейді. Алайда құтылудың басқа жолдары да бар. Фанатты өлтіруге болады, немесе қуып жіберуге. Ол кезде ол ұзаққа жоғалмайды. Үйге кіріп кететін тағы біреу, ол ұрлықшы. Олар Симстің барлық бөлігінде бар, бірақ әрбір жалғасында ұрлау қарапайымдау бола бастады. Мысалы, 3-ші бөлімде ұрлық кезінде мультик өлеңі болды. Один дома ойыны қосылғандай. 2-ші бөлікте кішкене жағымсыз да өлең, бірақ қорқынышты деуден алыс. Сөйтіп, 1-ші бөлімдегі тонамен салыстырсақ, ол кезде сен әлі баласың, ал далада түн басып тұр. Бір қызығы, кішкентай нәресте зат сияқты қабылданатын, ұрлықшы оны да алып кетуге болатын еді. Үшінші, 4-ші бөлікті ойнап көрсеңдер, баг жайлы білесіңдер. Бірақ бір қызығы, 1-ші бөлімде олар почти болмаған. Сөйтіп, бір баг қорқынышты еді. Ойын интерфейсінде Симнің бетін көреміз. Ол бір қалыпты. Ал баг болса, асты үстіне ауысқан әйелдің басы шығады, және түрі өзгеріп тұрады. Кейін бұл кейіпкер ойынға кірмей қалған система қателігі болып шықты. Оның түрі өзгеріп тұруы керек еді. Бірақ уақыт жетпегені үшін оны алып тастайды. Және бала бұзық болып өссе, бір күні қорқынышты SMS келеді. Камера назағын балада ұстап, әскери киім киеді. Және ол әскерге кетеді. Әскерге кетіп, ол ешқашан оралмады. Осымен бітті, достар. Арнаға тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.